Алматы облысында ең мықты әкім тұрады. Белбұлақ ауылының әкімі 1 минутта 40 келі қошқарды 50 рет көтерді. Бұл Нұрбол Досымбаев, 34 жаста. Өткен жылы алғаш рет ауыл әкімдерін сайладық қой. Сол сәтте әкім болған адам. Бұл батырдың үгіт-насихат жұмыстары қалай жүргені шамамен белгілі болып қалғандай. Қазір барып резкі маған дауыс беріп тастайсыңдар. Белбұлақ ауылының даму қарқыны қандай екені қайдам, атамандар бойынша бірінші орында секілді. Негізі мұндай шараларға әкімнің өзі қатысып, осындай жетістіктерді көрсетуі аз ғой бізде. Елімізде көбінесе осындай әкімдер ғой. Ал Нұрбол Досымбаевқа респект. Әкімнің мұндай перформансынан кейін мерекелік шарада сайысқа қатысушылар саны көбейіпті. Нұрбол Досымбаев, дәстүрді насихаттау менің қолымда.